Мен Шығыс Қазақстан облысы Аягөз қаласында туып өстім. Сол жерде оқу бітірдім. 11 сыныптан кейін Алматы қаласында Қаныш Сәтпаев атындағы ұлттық техникалық университетке оқуға түстім. Мұнай газ саласында. Сол университетте 4 жыл оқыдым. Оқу бітірісімен Қарашанақ кен орнында бұрғылау компаниясында жұмыс істедім. Сол компанияда 1,5 жыл жұмыс істедім. Одан кейін жарты жыл Астана қаласында стажировка өттім. Бірақ та стажировка кезінде жұмысқа орналасамадым. Сондықтан Оңтүстік Қазақстан облысы Төртқұдық кен орнына жұмысқа орналастым. Және болашақ алдында соңғы 2 жылда сол жақта жұмыс істедім. Сол жерде бұрғылау инженері болып жұмыс атқардым. Өте ыстық жер, өйткені шөл далада орналасқан кен орын болатын. Негізі болашақты жайлы университетке келген кезден бастап таныса бастадым. Бірақ та ол кезде ойлайтын болашаққа түсу өте қиын және мүмкін көмексіз, орында түсе алмайсың деп. Соған байланысты мен бір 5 жылымды жіберіп алған шығармын. Болашақты бітіргендермен кездесіп түсіндім, оған түсу жағы қатты қиын емес екен. Шарты бойынша экзамен тапсыру болатын ағылшын тілінен IELTS немесе TOEFL. Мен IELTS жағынан кішкене білімім болған соң, сол IELTS-ға дайындалайын деп курстарға жазылдым. Алматыда 2 ай дайындалған шығармын курстарды. Курстарды бітірген соң мен IELTS тапсырдым. Және IELTS-тан 6.0 алған соң сол сертификатты алып, сол сертификат қосымша документтерін алып болашаққа тапсырдым. 2016 жылы тапсырдым 2-ші потокпен. 1 айдан кейін жауаптар шықты. Және мен болашақ стипендиясын иелендім. 2 айдан кейін біз уже тілді курсқа Америкаға аттандым. Өйткені IELTS 6 болған соң, 6.0 болған соң, менде Қазақстанда дайындау емес, сразу шетелде дайындау басталды. Қарапайым қазақтың қара жігітімін. Ештеңе ерекше деген жоқ. Барлық мүмкіндіктер адамның өзінің ішінде деп ойлаймын. Сондықтан талпынсаң, енді әрине бірдеңе болады. Тек қана өзіне сену білу керек және жұмыс істеу керек. Болашақ программасы үлкен мүмкіндік ол. Өйткені бұрыннан келе жатыр қалыптасып стереотипті барлығы. Болашақта тек қана байлардың ұлдары оқиды деп, немесе таныстары бар қана балалар оқиды деп ойлайтын. Шын мәнінде барлығы тура нақты заң бойынша болады және ешқандай қосымша көмек тіпті керек емес деп ойлаймын. Әр адам өз күшімен түсе алады. Жеткілікті білім болса болды. Бірінші кезеңде болашақ программасы бойынша енді біз қазақ тілін тапсырдық. Өйткені қазақ тілін білу ол ең бірінші шарт болды. Екіншісі ол психологиялық тест. Және сол 2 экзамен нәтижесі бойынша сені ең соңғы экзаменға бұл комиссиямен кездесу болатын. Бұл комиссияда бірнеше адам отыратын, әртүрлі мамандар және олар әртүрлі тілде саған сұрақтар қоятын. Қазір уақытта Санта-Моника қаласында ESL колледжінде премастер өтіп жатырмыз. Осы жылы 3 университеттен шақыру келді оқу орнына, және соның арасында Colorado School of Mines мен таңдадым. Қашан басталады магистратура? Бізде оқу енді августтың ортасында басталады.
және 1,5-2 жыл жалғасады. Американ азаматтар мәдениеті енді кішкене жоғары деп ойлаймын енді. Өйткені олар далаға қоқыс тастамайды, бір-біріне енді қағып кетсе кешірім сұрайды деген сияқты. Жолда қанша жүресің, жолда енді машина бір-біріне сигнал берген естімейсің. Мәдениет енді басқа деңгейде. Қазақтардың бір-біріне деген қарым-қатынасы қалай жалпы? Жалпы қарым-қатынастары жақсы. Бірақ та мен есту бойынша Чикаго қаласында қазақ-қырғыз комьюнитисі қатты дамыған дейді, және ол жақта енді қарым-қатынаста бұдан да мықты дейді. Бір-біріне көмектесу жағынан сияқты. Мына жақта әлі енді, мына жақта қазақтар өте көп кездестіремін. 2-3 жақ. Жоқ, қазақтар бір-біріне көмектесе тырысады. Бірақ та жалпы үлкен сұрақтарға енді әлі қолымыз жетпейтін де шығар. Әр адамға өз туған жері жылы деп болған соң, маған әрдайым өз қалам туған жерім жылы болып көрінеді. Сондықтан өте керемет жер, маған ұнайды. Аягөзде ата-анаң кім бар? Туысқандарың қайықта келді? Аягөзде ме? Жоқ, қазіргі уақытта ата-анам Алматыда тұрады. Университет бітірген соң сол жаққа көштік. Бірақ та Аягөзде көптеген туысқандарым, достарым қалды. Енді білім алып, бұйырса енді Қазақстанға оралуға ниеттеніп отырмын. Ең басты енді отбасым дейді. Отбасын сағындым. Отбасының ішінде енді ерекше. Әр адамға енді анасы ерекше болды. Сол анамды сағындық. Әрдайым телефонмен сөйлесіп тұрамыз. Қазіргі уақытта енді жақсы болды. Әлемде енді WhatsApp деген бар нәрсе. Бұда енді видео, аудио звонок жасауға болады. Және сол арқылы енді бір-бірімізді көріп тұрамыз. Бірақ та енді телефоннан көрген арқылы енді көзбен көргенге ешіне жетпес деп ойлаймын. Жалпы өте сағындым елімді, жерімді және отбасымды. Болашақ енді бүкіл жастардың қолында. Барлық мемлекет енді адам өзінен басталады дейді ғой. Сондықтан егер адам өзі өзгерсе, қоғамды өзгереді деп ойлаймын. Егер қоғам өзгерсе, бүкіл мемлекет өзгереді деп ойлаймын.